Мен Ыдырысова Дариға Түймебайқызы. Ұстаздық 40 жылдық еңбегімде Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жарылқасын Отарбаев орта мектебінде физика-математика пәнінің мұғалімі, кейіннен 18 жыл бойында мектеп директоры болып, бүгінгі таңда зейнеткерлікке шықтым. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін бүгінгі таңда осы Тараз қаласындағы білім техникалық гуманитарлық университетінде колледжінде мектеп директорының орынбасары болып қызмет атқарып жатырмын. 1986 жылы Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институттың физика-математика 4-ші курс студенті болатынмын. Яғни біз өзіміздің бүкіл жастық шағымызда 17-18 желтоқсан күндері сан мыңдаған жастармен қоса сол желтоқсан оқиғасын өзіміздің көзімізбен көрдік. Біздің жүрегіміз қазақ деп соқты. Өйткені біздің мемлекетімізді қазақ басқару керек деген сан мыңдаған жастардың көкірегінде де көзі ояу бейнелерінде де сол тұрды. Сол оқиғадан кейін оқуымызды жалғастырып 1987 жылы оқу орнын бітірдім. Одан кейін осы 40 жылдық ұстаздық еңбегімде бүкіл облысқа және оқушыларға осы желтоқсан оқиғасы туралы барлық жерде айтып жүрдік. Дәл бүгінгі таңда Тараз қаласындағы желтоқсан 86 қоғамдық бірлестігінің мүшесімін. Бұл қоғамдық бірлестікті Бердалиев Мұрат Әзімханұлы басқарады. Яғни биылғы жылы осы желтоқсан оқиғасына 40 жыл болады. Яғни Мұрат Бердалиев басшымыздың басқаруымен желтоқсанға 40 қадам артты үлкен жоспар құрылып, республика көлемінде үлкен іс-шаралар өткізудеміз. Өткен жылы Алматы қаласына барып, Алматы қаласындағы желтоқсан оқиғасының ардагерлерімен танысып, сұхбаттасып пікірлестік. Биылғы жылда ол кісілер 2025 жылы осы Тараз өңіріне келіп, өздерінің басынан өткен түрлі оқиғаларын көптеген студенттерге, оқушыларға, мекемелерге айтып, үлкен жақсы іс-шара болдық. Осы іс-шараны ұйымдастыруда біздің басшымыздың бізге көрсетіп отқан бағдары, желтоқсан мүшелері бүгінгі таңда жастарға патриот оқиғасынан кейін біздің 1991 жылы тәуелсіздігіміздің таң атты. Яғни осы тәуелсіздіктің биыл 35 жылдығына орай осы желтоқсан оқиғасындағы барлық қатысқан жастардың рухы биік деп ойлаймын. Әрине біздің Тараз қаласы, соның ішінде барлық облыстарға қарағанда біздің Тараз қаласының орны бөлек. Өйткені біздің Тараздан халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбековтың аты, даңқы, соның өзі үлкен біздің кейінгі жастарға үлгі боларлық нәрсе. Біз Тараз қаласында желтоқсан оқиғасына байланысты үлкен стендтер және оның музейі бар. Осы музейге келіп, жастарды әкеліп, аралатып көрсеткен кезде музейдің өзінен көптеген суреттердің өзі үлкен сыр шертеді. Сондықтан да бұл желтоқсан оқиғасы күн ұзарған сайын болашақта жастарға да, елімізге де, халыққа да берері үлкен деп ойлаймын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын дегім келеді.